Тараз қаласында қазақша күрестен Еуразия барысы додасы аяқталды. Тұңғыш рет ұйымдастырылған халықаралық турнирде 8 мемлекеттің үздіктеген палуандары бақ сынады. 5 салмақ дәрежесі бойынша өткен жарыста палуандарымыз қарсылас шақ келтірмей жеңіс туын желбіретті. Толығырақ өңірдегі тілшіміздің бейнематериалында. Бұл жарыста қазақ батырларына теңгелер ешкім болмады. Алғашқы кездесуде ирандықтарды ұтқан палуандарымыз екінші кезеңде Тәжікстан спортшыларына дес бермеді. Ақтықсында Моңғол елінің спортшыларымен белдескен палуандарымыз 4-1 есебімен басым түсіп, жеңіске қол жеткізді. Аса жоғары салмақта өнер көрсеткен 2012 жылдың Қазақстан барысы Бейбіт Ыстыбаев турнирдің ең ауыр палуанның жауырынын жерге тигізіп, мықтылығын дәлелдеді. Жоспар арманым өзім осы. Алдында осы 1-2 ай бұрын Қызылорда жүргенде де айтып жүрдім, сол Моңғолды арқасымен жерге тигізсем, таза жеңсем ба деген арманым бар еді. Енді ол бүгін орындалды деп ойлаймын. Бұның бәрі енді әрине еңбектің арқасы. Ал 90 келі салмақтағы қазақстандық палуан Мұхит Тұрсынов моңғол спортшысымен тең түсіп, жеңіс қонақтардың еншісінде кетті. Дегенмен бас жүлдеге тігілген 50 мың ақш долларын Қазақстан құрамасы еншіледі. Екінші орынмен 20 мың ақш долларын Моңғолия палуандар алды. Ал үштікті Ресей құрамасы қорытындылады. Оларға 10 мың ақш доллар көлемінде сияпат берілді. Бүгін осындай жеңіске жетіп отырмыз. Бұл біздің қазақ күресінде болған бірінші рет осындай үлкен жарыс, үлкен дода, командалық бұрын ондай болған емес еді. Мына Моңғолдың осындай командасы бұрын келіп көрген емес еді. Сонда Моңғолдың бұл құрама командасы Олимпиадада дүние жүзінде орын алып жүрген. Біз енді өзіміздің төл күресіміздің мықты болғанымыз бүгін қуаныштымын. Еуразия барыс турнирінің бір ерекшелігі қатысқан команданың барлығы жүлдесіз қалмады. 8-8 жүлде үлестірілген. Айта кетейік, ұлттық күресімізді әлемнің 120 мемлекеті Қазақстан, ресейлік боец және түркиялық ТРТ Аваз телеарналары арқылы тікелей эфирде тамашалады. Бұл қазақ күресінің әлемге танылуының айқын дәлелі. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Тараз.